Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Мен бұл видеода хронологиялық кесте, яғни уақыт кестесі, ағылшынша айтқанда таймлайн жасауды үйрететін боламын. Яғни уақыт хронологиясы дегеніміз хронологиялық кесте деп те жатамыз. Яғни ұзақ уақыт шеңберінде белгілі бір оқиғаларды рет-ретімен орналастыру деп айтсақ болады. Хронологиялық кестені біз көбінесе әдебиет, тарих сабақтарында қолданып жатамыз. Десек те, қай пәнді алып қарайтын болсақ, ол ғылымның өзінің тарихы бар. Оған үлес қосқан ғалымдар бар. Осы хронологиялық кестені жаттауда көп оқушылар ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалуда қиналып жатады. Бұл яғни оқушыға ақпаратты жеңіл түрде қабылдаудың ең бір жолы деп білемін. Сондықтан бұл видеоны соңына дейін қараңыздар. Егер сізге пайдалы болса, реакция білдіріп, комментарий жазып, YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Мен сіздердің алдарыңызда Мистер Рогерс дегеннің хронологиясын ұсынып отырмын. Яғни бұл бір ғалым болу керек. Бұл кісінің өмір жолындағы әрбір оқиғасы рет-ретімен жасалынған. Яғни 1928 жылы Бёрздейді ол туылды Мистер Рогерс. Яғни Бёрз дегенді басатын болсақ, мына жерде слайд қойылған екен. Келесі беттеріне өтетін болсақ, осы кісінің апасы, папасы туралы мәліметтер берілген Google слайдстан алынып. Және 1951 жылы graduation дейді. Ол кісі жаңа оқыды, қай жерде оқығандығы туралы толық ақпарат бар. Мына жердегі следующий деген стрелка тұрған батырманы басатын болсақ, осы Мистер Рогерстің оқығандығы туралы бөлек бетше ақпараты бар ашылатын болады. Әрі қарай 1952 жылы Marriage, ол кісінің үйленгендігі туралы ақпаратты білсек болады. Енді әрі қарай әрбір жылды басатын болса, толық ақпарат бар, толық білім қамтылған. Әрбір жылдар, осының ішінде әрбір жылдар кейбіреулері қызыл түске боялған, яғни маңызды оқиғалар болса, және екінші бұл жалпы таймлайнның бұл жерде екі түрлі версиясы бар. Бірі осындай, әрбір сілтемені бассаңыз ашылады, және екіншісі міне осындай түрі. Мына версиясы бізде мына нұсқасы, яғни толық расширенный нұсқа дейді ғой, кеңейтілген нұсқасы болып саналады. Мынау бізге қысқартылған нұсқасы, яғни визуалды түрде оқушы ақпаратты тез жаттауға арналған нұсқасы. Енді біз осыны өзіміз қалай жасаймыз, өзіміздің пәнімізде қалай жасасақ болады деген сұрақ туындап отырған шығар сіздерде. Мен сіздерге осы тәсілді жасаудың оңай жолын айтамын. Ол үшін біз Google-ге PPT.net деп жазамыз да, ең бірінші сілтемеге кіреміз. PPT.netте көптеген мүмкіндіктер бар, әсіресе білім саласына қолдануда өте қажетті сервис. Бұл туралы менің алдыңғы видео шығарылымдарым бар. Егер қызықтырып жатса өтсеңіз болады. Мен алдыңғы сабақтарда қалай кроссворд жасауға болады, қандай жақсы ойындар бар, осы сервистің мүмкіндіктерін ұсынғанмын. Енді мен осы PPT-де қазір таймлайн деген хронологиялық кесте жасауға арналған жерді тауып аламын. Не PPT деген осы таймлайн құралын ұсынады. Осы жерде демо деген бар, және instructions деген бар. Біз өзіміздің версиямызды жасау үшін instructions дегенді таңдаймыз. Содан кейін бізде make a copy this template сары жолаққа боялып тұрған жер бар, соны басамыз. Содан басқаннан кейін көшірме жасау, яғни создать копию деген басамыз. Бұл бізде Google таблицада өзінің нұсқасын ұсынады. Мынау бізде үлкен таблица. Енді бұл сізге өте ұзын сонар қызықсыз ақпарат болып саналуы мүмкін. Десек те сіз оны өзіңіз өзгертіп алып, оңай версиясын жасай берсеңіз болады. Енді мен қазір сіздерге мысал ретінде алғашқы 3 бағанын жасап көрсететін боламын. Ол үшін мен бірінші осы 3 бағанды өшірместен бұрын әрбір бағанның атауына тоқталып өтемін.
Бұл жерде year деген не? Year дегеніміз ол жыл, яғни жылдарды сіз рет-ретімен орналастырып қоясыз. Months деген ол бізде ай, яғни сол жылдың қай айында болды оқиға, соны жазасыз санмен. Және day дегеніміз күн, қай күні болды сол оқиға, соны жазасыз. Headline дегеніміз ол бізде тақырыпша, яғни сол оқиғаға бір тақырып арнайсыз. Descriptions дегеніміз ол сипаттама, сол оқиғаға жаңа атау бердіңіз ғой, сол оқиға туралы более подробно жазып кетесіз осы жерде толық. Егер ол оқиға маңызды болса, оқушыға бірден жатталатын болса, оған түс берсеңіз болады. Мысалы, мына жерде red дейді, сіз басқа түс берсеңіз болады. Мысалы, green, blue деген сияқты ағылшынша. Түстерді білмесеңіз, ағылшынша атауын интернеттен іздеп тауып аласыз. Медиа дегеніміз не? Медиа деген жерде бұл бізде слайдскоудан слайд әкеліп сала салған. Яғни сізде қандай да бір слайд болатын болса, оны Google Drive-қа салып, сіз осы жерге сілтемесін қойсаңыз болады. Енді медиа кредит дегеніміз не? Бұл медиа кредит деген сіз сол ақпаратты мысалы қайдан алдыңыз? Қазір мен сіздерге мысалын көрсетейін. Мысалы, қараңыз. Мана мысалы мына жерде слайд тұрды. Бізде бірнеше беттен тұратын, 1 бет, 2 бет, 3 бет, 4 бет. 4 беттен тұратын слайд бізде медиа деген бөлімде орналасқан да. Ал енді медиа кредит дегеніміз сіз сол ақпаратты қайдан алдыңыз, иә? Мысалы, қарайық, қандай да бір мына жерде қарайтын болсақ, мысалы мына ақпаратты қарайық. 1953 жылы The Children's Corners дейді. Яғни осы жерде ол ақпаратты қай жерден алған? Былайша айтқанда, көзі дейді ғой, ақпарат көзін қалдырып кеткен. Соны біз медиа кредитке қалдырамыз. Және линк дегеніміз сілтеме. Бұл жерде медиа және линк деген екеуі бір-біріне ұқсайды, бірақ екеуінің арасында айырмашылық бар. Бізде линкте сілтеме қойылады, иә? Бірақ ол жерде қарап отыратын болсақ, мысалы қарайық, graduation дегенді бассақ, мына жерде бір келесі деген стрелка тұр. Осыны басатын болсақ, линк деген көрдіңіз бе, үстінде жазу шығып тұр. Осыны басатын болсақ, ол жаңағы кісінің, Роллинстің қай жерде оқығандығы туралы ақпарат бөлек бетшеден ашылады. Ол бізде линк болып саналады. Ал енді бізде мысалы мынау бізде суретімен бірге көрініп тұр. Ол бізде яғни медиа болып саналады. Ол жерге суретін қойып кетсе. Енді біз алғашқы 3 баған жасап көрейік дедім. Сол үшін мен алғашқы 3 баған алып, ерекшелеп алып, мышкамен, содан кейін мен пернетақтадағы delete батырмасын басамын, удалить етіп алдым, тазартып. Енді мен мына жерге өзім жасап көремін. Қазір мен Википедиядан Ахмет Байтұрсынов туралы іздеп отырмын. Ахмет Байтұрсынов бізде 1872 жылы 5 қыркүйекте дүниеге келген екен. Мен оны бірден осы сөйлемді көшіріп алдым. Жаңағы сөйлемді выделить етіп алып, мышканың оң жағын басып, копировать етіп алып, descriptions деген жерге әкеле қоямын. Ол өйткені descriptions деген айттым ғой жаңа, оқиғаның толық версиясын осы жерге қоясыз, сипаттамасын. Енді мен мына жерге 1872 дегенді көшіріп алып, year дегенге қоямын. Өйткені тек қана жыл сұрап тұр. Мына жерде қыркүйек дейді, бұл бізде 9 ай және 5 қыркүйек екен. Headline дегенге Ахмет Байтұрсыновтың өмірге келгені, мен оған сол оқиғаға атау беремін, туылды деймін. Енді color деген жерге егер сіз маңызды болып саналса, түс берсеңіз болады. Мысалы, мен green дей салайын. Green. Келесі медиа. Оған ақпаратты қосымша презентациямен толықтырсақ болады, сайтпен, YouTube ссылкамен толықтырсақ болады. Қазір мен мысалы YouTube ссылка қойсам болады, көшіру деп. Міне Ахмет Байтұрсынов туралы фильм бір іздеп тауып қойдым. Соны алып мен мына жерге қоямын. Міне қойдым. Enter пернесін басып, доступный қылдым. Сосын медиа кредит дегеніміз, осы ақпаратты біз қайдан алып отырмыз, соны қоямыз. Яғни мен Википедиядан алып отырмын, тек қана мына жерге мен жазып кетсем болады. Немесе бұл Ахмет Байтұрсыновтың, мен ол жерге суретін қайдан алып отырмын, соны жазып кетсем болады. Википедия Word деген сайттан алып отыр екен. Соны копировать етіп алып, жаңағы жерге қоямын. Енді мен мына жерге толық, яғни осы Ахмет Байтұрсынов туралы
ақпаратты нақты мен қайдан алып отырмын толық версиясын қою үшін мен полный осы Ахмет Байтұрсыновтың туралы Википедиядағы сілтемесін толық көшіріп аламын және оны қоя қоямын. Болды, қойылды. Енді келесі оқиға 1872-ден кейінгі Ахмет Байтұрсыновтың өмірбаянына үңілеміз. 1891 жылы 2 сыныптық орыс қазақ мектебіне береді дейді, оны бітіріп 4 жылдық мектепте оқуға түседі дейді. Осыны копировать етіп алып, мен мына жерге descriptions деген жерге әкеліп қоямын. Сосын мен мына жерге 1891 дейін, мына жерге нақты айы мен күні жоқ, бізде оқыды дей салам. Оқыды, қазақ тіліне аударып оқыды. Енді мына жерге түс бермей ақ қояйын, қатты маңызды болмағасын. Мен мына жерге оқыған жылдары туралы презентация болса қойсаңыз болады. Енді бізде қазір ондай ештеңе жоқ, қоймаймын. Сондықтан Википедиядан алдым, тағы да осыны төменге қарай копировать етіп алсам болады. Келесі дәл осы сайттан ақпаратты алып отырмын. Осыны тағы да төменге қарай жылжытып көшіре қоямын. Енді үшінші оқиға Ахмет Байтұрсыновқа қатысты 1910 жылы 19 ақпан, нақты бұл жерде күні бар екен. Осыны көшіріп алып, қайтадан мына жерге descriptions деген жерге қоямын. Сосын мына жерге 1910 ақпан айы дейді, екінші ай болады, және 19 ақпан бұл жерде шешім қабылдады дейді. Шешім қабылдады дей салдым. Атауына мына жерге рет деп түс бере қояйын. Және бұл ақпаратқа қосымша медиа деген жерге презентация қоссақ болады, сайт қоссақ болады. Қазір мен интернеттен Ахмет туралы слайд іздеп көрейін. Ахмет Байтұрсынов слайд. Ахмет Байтұрсынов туралы слайд. Осының сілтемесін алып, копировать етіп алып, мен манағы жерге келіп қоя қоям. Слайды шығып тұру үшін. Так, енді бұл ақпаратты мен қай жерден алып отырмын, соны жазам. PPT онлайн деген жерден алып отырмын екен. Осыны тағы да көшіріп қоя қоям. Презентация деп жаза салайын, немесе екеуі бірде болып кетпес үшін. Келесі бізде қосымша тағы да осы бетке өтетін сілтеме. Мен жаңа қойып кеттім, сондықтан ештеңе жатпасам болады. Міне менің 3 датам қойылды. 1872-91-1910. Дайын болғаннан кейін файл дегенді басамыз. Бөлісу, опубликовать орысша, интернетте жариялау, опубликовать в интернете. Сосын жариялау, окей. Сосын бізге ұзын сонар осындай сілтеме шығарып береді. Осы сілтеменің мышканың оң жағын басып копировать деп браузердің жоғарғы іздеу жолағына вставить деп қоямыз жаңағы сілтемені. Пернетақтадағы Enter пернесін басамыз. Содан кейін бізге міне жаңаланып берді. 1872-91-10 жылдарын біз жаңаладық. Содан кейін егер дұрыс болса тексеріп алғаннан кейін Get the link here деген жер бар, соны басамыз. Содан кейін мынадай сілтеме шығарып береді, соны басамыз. Біздің жаңағы хронологиялық кестеміз дайын болды. Міне туылды дегенге басатын болса, Ахмет Байтұрсынов туралы фильм тұр, Википедияны алғандығымыз туралы тұр, оның дүниеге келгендігі туралы тұр. Келесіге басатын болсақ, жаңағы Википедия сайтына кіріп кететін болады. Енді келесі бізде ортасындағы жылдарды біз нақты жазбағанбыз. Келесі 1891 жыл оқиды ол Торғайдағы мектепте дейді. Осы келесі деген басатын болсақ, Википедияға кіріп кетеді. Әрі қарай жалғастырамыз. 1910 жылы шешім қабылдайды. Қандай шешім қабылдады? Осындай сияқты жерде шешім қабылдады дейді. Бізде мына жерде презентациясының үстіне басатын болсақ, Ахмет Байтұрсынов туралы презентация көрсетіліп тұр екен. Бұл енді бізде мына бір түрі, екінші бір түрін басатын болсақ,
міне мынау бізде қысқаша түрі, мына версиясы, мынау бізде более кеңейтілген түрі. Мына қысқаша версиясыны бізде оқушыларға әсіресе ретмен қойылған болса, ұлттық бірыңғай тестілеуге хронологияны тез жаттауға, оқушы ақпаратты визуалды түрде қабылдай отырып, өзі тез есте сақтауға мүмкіндік береді. Әсіресе бұл тапсырманы оқушының өзіне беріп көріңіз. Яғни қандай да бір тұлғаны, қандай да бір ғылымның тарихын өткен кезде осы тапсырманы ұсыныңыз оқушыға. Бұл бір тапсырманы түрлендіріп берудің тағы бір әдісі. Кәдеңізге жарасын, менің каналыма тіркеліп лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз.